Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай үйде жасалатын чипсыйдың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен жуылып тазаланған картоптарымызды тверканың жалпақ кесетін жүзінен өткізіп аламыз. Келесі тверкадан өткен картоптарымызды суық су құйып араластырып, оны 5 минутқа қалдырамыз. Судың бетіне осындай ақ көбіршіктер шығу керек. Енді қағаз сүлгілерімізге жаңағы жуылған картобымызды бір-бірден қойып шығамыз да, оның бетін тағы да қағаз сүлгімен жауып, құрғатып аламыз. Картоптарымыз толығымен құрғап шығу керек. Келесі құрғатып алған картоптарымыздың үстіне картоп крахмалын себеміз де оны жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын болған картоптарымызды видеодағыдай дөңгелектеп ораймыз және оның шетіне зубочистка шаншып қоямыз. Міне достар, картоптарымыз осындай оралған болу керек. Келесі қызып тұрған майымызға осылай картоптарымызды бір-бірден саламыз. Картоптарымыз қызарғанша пісіріп алуымыз керек. Видеода көріп тұрғандарыңыздай картоптың бір жақ беті пісті, енді келесі бетін пісіреміз. Міне достар, картопымыз дайын. Жаңағы зубочисткаларды алып тастаймыз. Дәміне қарай тұз себесіздер және де паприканы қосуларыңызға болады. Келесі видеодағыдай қасықпен араластырып аламыз. Міне достар, біздің қытырлақ чипсыйымыз дайын. Видеода көріп тұрғандай қытырлап тұр және де өте дәмді болған. Менің жұмысымды бағалап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.